Сәлем қыздар, бүгін сіздермен осындай шапан тігетін боламыз. Кейбіреулер бешпет деп те атайды. Яғни бізге ол үшін велюр немесе бархыт матасы қажет болады. Матаның түгін жоғары қаратып, лекалаларымызды орналастырып аламыз. Белге дейінгі аралықты аламыз. Алдыңғы бойға 1,5 см қосымша береміз. Себебі біз ол жерге кнопка қоятын болғандықтан, астарлық матадан да, негізгі матадан да жеңді алдыңғы бой, артқы бойды пішіп аламыз. Содан кейін артқы бойдың оң жақ бетіне алдыңғы бойдың оң жақ бетін бетпе-бет қоя отырып, иық тігістерін бір-біріне дәлме-дәл келтіре отырып, осылайша тігіп шығамыз. Сонымен қоса, астарлық матадан да дәл солай иық тігістерін бір-біріне қосып алатын боламыз. Мінекей қосып алдық. Енді осы жерге жеңді орнатамыз. Тігісті екіге айырып, үтіктеуді ұмытпаңыз. Яғни жеңнің төбесіне келтіріп орнататын боламыз. Алдымен кішкене сборка жасап, припасатка жасап, жеңді жинақтап аламыз. Ол үшін дәл осылай жеңді екіге бүктеп, дәл ортасынан белгілеп аламыз. Осы белгілеп алған аралықты ең үлкен машинканың тігісіне қойып, осылайша бос тігіспен тігіп аламыз, ешқандай закрепка бермей. Содан кейін артқы жақ жіптен тарта отырып, осылай жиырып, жинап, жеңге дәлдеп келтіріп аламыз. Инемен түйрелеп алдымен, содан кейін машинкада тігіп шығатын боламыз. Жеңді тігіп алғаннан кейін жаңағы сборка жасаған жібімізді алып тастаймыз. Мінекей екі жақ жеңді тігіп алдық. Енді жан тігістерін қосатын боламыз. Осылайша тігісті тігіске бетпе-бет келтіріп отырып, инемен түйрелеп, кейін машинкада тігіп шығамыз. Жан тігістерін қосып аламыз. Дәл солай астарлық матадан да жеңін қондырып, кейін жан тігісін қосып қоямыз. Жан тігістерін қосып болғаннан кейін, енді осы екі бетін бір-біріне бетпе-бет қоя отырып, осы бел өлшемін өлшеп аламыз. Осы аралықты өлшеп аламыз жақсылап. Содан кейін бұл жерге етегін жалғайтын боламыз. Менде мінекей жарты өлшемі 32 см шықты. Яғни жарты өлшемі 64 см болатындай етіп, осылайша 2 есе ұзын етіп қиып аламыз матамызды. Менде бір жасқа тігіп жатқандықтан 30 см және аст үстінен тігіске 1 см-ден, яғни 32 см етіп қиып алдым биіктігін. Ал ұзындығы жаңағы жарты өлшемі 64, 2 еселегенде сонда 128 см болатындай осындай ұзын етіп қиып алдым. Және де оны сборка жасап, жиырып, жинап, белге отырғызатын боламыз дәлдеп. Ол үшін бос тігіспен закрепка бермей, ең үлкен шагымен осылайша тігіп аламыз. Содан кейін жіптің артқы жағынан, яғни артқы жіптен тарта отырып, бір келкі жиыра отырып, сборка жасайтын боламыз.
Мінекей дәл осылай тарта отырып жинаймыз. Содан кейін оны жаңағы шапанымыздың үстіңгі жақ бөлігіне осылайша инемен түйрелеп жалғап қосып аламыз. Одан кейін оны машинкада тігіп шығатын боламыз. Дәл осылайша астарлық бөлікке де етегін жалғап, дәл осылайша осы әдіспен тура осылай жалғап, оны да қосып тігіп, дайындап қоятын боламыз. Мінекей жиырып болдық, инемен түйрелеп алдық. Енді осын тігіп шығамыз. Мінекей менде астарлық матадан да дәл осылайынан тігіп дайындап қойдым. Енді негізгі матаның жағасын орнататын боламыз. Ол үшін жаңа кнопкаға 1,5 см алып қалдым және тігіс еніне деп 1 см жалпылай 2,5 см алдыңғы жағынан алынған жерді өлшеп аламыз. Ол жерге белгі қойып кететін боламыз. Және де осы жерге дейін, яғни дәл осылайша мойын ойынсын өлшейміз. Содан кейін осындай етіп, яғни менде 13 см шықты, жарты өлшемі 2 еселеп тігіс еніне бере отырып, осындай қылдырып қиып алдым. Мен жағаны 3 см биіктігі болатындай етіп алдым, яғни 8 см биіктігі кесіп алдым. Ортасынан бүктеген кезде 4 см, 1 см тігіске кеткенде сонда жағаның биіктігі 3 см болады. Енді осылайша доғалдап жағаның ұшын келтіріп сызып аламыз да, және оны қайшымен қиып тастап, жағамызды дайындап қоямыз. Мінекей жағамызды дайындап алдық. Енді жағаның ортасын мойын ойынтысының ортасына келтіре отырып, жаңағы 2,5 см қалдырған жерге дейін жақсылап инемен түйрелеп, осылайша жағасын тігіп алатын боламыз. Мінекей жағасын тігіп алдық. Негізгі матаға жағаны тігіп алдық. Енді жеңді астарлық матамен жалғап қосып тігетін боламыз. Ол үшін жеңнің аузының оң жақ бетін астарлық матаның жеңінің аузына оң жақ бетіне қарата отырып, дәл осылай инемен түйрелеп, кейін машинкада тігіп шығатын боламыз. Тігістің арасын 2-ге ашып, тігістері бір-біріне дәлме-дәл келетіндей етіп, осылайша инемен түйрелеп, кейін тігіп шығамыз. Осылайша астарлық мата мен негізгі матаның жеңін бір-біріне тігіп, біріктіріп шығатын боламыз. Мінекей жеңін тігіп алдық. Енді жағасын астарлық матаның мойын ойынтысымен қосып біріктіретін боламыз. Ол үшін негізгі мата мен астарлық матаны бір-біріне оң бетін қарата отырып, осылайша жағаны инемен түйрелеп бірінші, содан кейін машинкада тігіп шығатын боламыз. Бұл жерде ескере кететін жағдай, иық тігістері бір-біріне дәлме-дәл келіп тұруы керек. Осы жағына мұқият болыңыз. Дәл осылай тігіп шығамыз. Мінекей тігіп алдық. Астарлық матаның мойын ойынтысымен жағаны қосып бір-біріне тігіп алдық. Енді етегі мен алдыңғы бөлігін жалғау қалды.
Ол үшін дәл жаңағыдай астарлық пен негізгі матаның бір-біріне оң бетін қарата отырып, инемен түйрелеп, осылайша барлық жерін бір-біріне біріктіріп шығамыз. Етегінен бір 10 сантиметрдей где-то қалдыруды ұмытпаңыздар, тікпей бос қалдырамыз. Ол жерден біз шапанымыздың оң бетін аударатын боламыз. Бел тігістері барлығы бір-біріне дәлме-дәл келуіне назар аударыңыз. Мінекей тігіп шықтық. Бұрыштарының ұшын міндетті түрде қиып тастаймыз. Ол бізге жақсы бұрышы айналдырғанда жақсы шығу үшін қажет болады. Төменгі жағынан бос қалдырған тікпей кеткен жерден дәл осылайша шапанымызды оң бетіне қаратып аударып аламыз. Содан кейін осы аралықты потайной стежоктармен жақсылап тігіп шығатын боламыз. Кейін мына жеңнің аузын, жаңағы жағаны барлығын, етегін барлығын айналдырып 0,2 тігіспен тігіп шықсаңыздар әдемі болып тұрады. Осымен біздің шапанымыз дайын болды. Өз қалауыңызша брошка тақсаңыз немесе ою жапсырсаңыз болады. Мен кнопка тағып шықтым, алды жабық тұру үшін. Сұрақтарыңыз болса комментарийде қалдырыңыздар. Келесі видеода кездескенше.